Ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда мен Талғат Алман. Сенатта ауыс-түйіс. Палата төрағасының орынбасары ауысты. Осы қызметті 4 жылдан бері атқарған Қайрат Ишанов өзі өтініш беріпті. Қайрат Ишанов сенатор болып қана береді. Әріптесім Ердәулет Байдуллаев әңгімелейді. Қайрат Ишанов ендігі жұмысын қаржы және бюджет комитетінде жалғастырады. Оның орнына әріптесі Сергей Громов жайғасты. Ауыс-түйістен соң Сенат депутаттары әдеттегідей заң жобаларын қарастырды. Сенат қарауына бүгін 4 заң түсті. Ұзақ талқылаудан өтіп, қабылданғаны инновацияларды ынталандыру жобасы. Құжат ғалымдардың өндірістік салада ашқан жаңалықтарын қаржыландыруды көздейді. Білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжевтің дерегінше, бізде жылына 2000-нан астам жоба комиссия қарауына ұсынылады. Енді соның іріктеуден өткен 135-і өндіріске дейін жеткізілмек. Финансирование, создание. Жоба құны 110 миллион ақш долларын құрайды. Оның 88 миллионын халықаралық қайта құру және даму банкі береді. Қарыз жеңілдік мерзімін қоса алғанда 15 жылға есептелген. Сондай-ақ енді Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкімен де әріптестігіміз артады. Ұйымнан өндірістік секторға қаржат тарту көзделуде. Аталмыш құжат сондай-ақ жібек жолы жобасын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Астанада құрылған қаржы орталығының жұмысын жетілдіруге де сеп болады деп күтілуде. Ердәулет Байдуллаев, Жасұлан Шәкенов, Хабар. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары бастамасына пікір айтушыларды тыңдасақ. Өңірлерді дамытуда жергілікті маслихаттардың еңбегі өлшеусіз. Сондықтан парламент мәжілісі мен маслихатқа сайлау бір мезгілде өтуі тиіс дейді этносаралық және конфессияаралық қатынастарды зерттеу орталығының жетекшісі Айгүл Сәдуақасова. Мәжілісті маслихатта олардың біздің экономикалық дамуға, маслихаттардың біздің облыстардың дамуына өте үлкен орны бар, маңызды шешімдері керек олардың, сондықтан олары бәрі бір мезгілде өту керек. Ал Қызылорда қалалық маслихатының хатшысы Ибадулла Құттықожаев өз ойын былай түсіндірді. Біздің елімізде ұлт жоспары 100 нақты қадамды іске асырудың практикалық кезеңі басталды. Бұны жүзеге асыруда үздіксіз үйлесімді жұмыстар жүзеге асыру керек. Сондықтан да саяси науқанды кейінге қалдырмай, парламенттің құрамын, яғни партияның жаңағы сенім білдірген азаматтармен жасақтап, жаңа тың серпінменен парламент жұмысын ары қарай жалғастыруды, жүзеге асыруды жоспарлап отыр деп ойлаймын. Және де бұл жерде айтып кететіні, сол парламент мәжіліс депутаттарымен бірге жергілікті жерлердегі маслихат депутаттарын сайлауын бірге өткізу жайлы ұсыныстары да дұрыс. Себебі бұл аз ғана уақыттың ішінде бюджеттің аз ғана шығынымен бұл сайлау жүзеге асыруға болады. Елімізде инвесторларға жасалатын жағдай күннен күнге дамып келеді. Мемлекет әсіресе кәсібін енді ашам деушілерге сауатты кеңес берумен қатар қағаз жүзіндегі кедергілерді барынша азайтуда. Осыған орай жыл басынан бері инвесторларға қызмет көрсететін 19 бөлім ашылған. Халыққа қызмет көрсету орталығы ішінен жұмылдырылған бір терезе орталығының жұмысымен бүгін Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев танысты. Бір мезетте 350-ге жуық мемлекеттік қызмет түрін көрсететін орталық жұмысы әуелі қағаз бастылық пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алады дейді ведомство басшысы. Енді отандық және шетелдік кәсіпкерлер барлық рұқсаттама мен лицензияларға бір жерден қол жеткізеді. Бұл өте жақсы мүмкіндік. Әсіресе Қазақстандағы ресми бюрократияның дәліздерін білмейтін, оның қиындықтарын меңгермеген, жолын ашып бере алмайтын шетелдік инвесторларға қазір бір жерге келіп 300-ден астам қызметті бір орыннан алу мүмкіндігі туып отыр. Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы. Бүгін Астанада осындай атаумен ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған тарихи құжаттар көрмесі өтуде. Онда Кеңес одағы ыдырап, енді тәуелсіздік алған Қазақстанның 1993 жылғы алғашқы конституциясы экспозицияға қойылған. Тіпті мемлекеттік рәміздер елтаңба, ту әнұранның қалай қабылдаған жөнінде сыр шертетін тарихи құжаттар да бар. Сондай-ақ еліміздің биік асуларды бағындыруының басында әрқашанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тұрған туралы деректер ұсынылған. Ұйымдастырушылар тәуелсіздікке тарту мұнымен шектелмейді деп отыр. Мемлекеттік тарихи институты жылдың соңына дейін ғылыми жобалары бойынша 6 кітап басып шығармақ екен. Осы жылдарда қабылданған біздің әнұран, ту жалауларымыз бар ғой, соның тарихы қалай болды,
ол былай қазір оңай болып көрінеді да, шын мәніндегі архивтің материалдарын қарасаңыз, бұл үлкен бір кезінде дау-дамай болған. Солардың тарихын біздің ғалымдар жазбақшы мен жазып болып отыр. Енді Құдай қаласа, соны тарту ретінде біз биыл кәдімгі шығармақшы ойымыз бар. Қазір дағдарыс әлемнің алпауыт экономикаларының өзін қыспақ қалды. Ал Қазақстанда қабылданған 100 нақты қадам жоспары жаһандық және ішкі мәселелерді шешуге негіз болады. Бұл туралы біздің арнаға берген сұхбатында Нидерланды мемлекеттік басқару институтының директоры Марк ван ден Мюзенберг мәлімдеді. Қазақстан президенті 100 нақты қадам ұлт жоспарында көздеген басты тетіктердің бірі ол оқыту жүйесін дамытып, кәсіптік білім беру. Студенттер білімін шыңдап, кәсіпорындарда тәжірибеден өтуге мүмкіндік алады. Қазірмен Қазақстанмен ынтымақтасуға атсалысып, студенттер мен болашақ жұмыс берушілер арасында байланыс орнатуға бел болып отырмын. Президент Назарбаев 100 нақты қадам бағдарламасында осы мәселені қамтығаны өте орынды деп есептеймін. Түркияда тағы да жарылыс. Жергілікті ақпарат құралдары Диярбакыр қаласындағы полиция учаскесінің маңында қуатты жарылыс болған жайында хабарлады. Жарылыс салдарынан 5 адам қаза тауып, 36-сы зардап шекті деп хабарлайды BBC. Көз жұмғандардың арасында әйел адам мен бала бар көрінеді. Куәгерлердің айтуынша, учаскенің жанында машина жарылған, оған бомба қойылды деген болжам бар. Қазір мәселенің мән-жайы анықталып жатыр. Бүгін Индонезия астанасы Джакартада бірнеше жарылыс болды. Бұл жөнінде Reuters агенттігі хабарлады. Жарылыстардың бірі қаладағы Біріккен Ұлттар ұйымы ғимаратының жанында болған. Сондай-ақ жергілікті полиция қызметкерлері таратқан мәлімет бойынша ірі сауда орталығының алдында тағы бір жарылыс тіркелген. Ал индонезиялық ақпарат құралдарының мәліметінше барлығы 6 жарылыс болған көрінеді. Индонезия астанасындағы шабуылдар салдарынан кем дегенде 3 адам көз жұмған. Қазір полиция күдіктілерді іздестіріп жатыр. Аргентина билігі мемлекеттік қарызға байланысты халықаралық кредиторлармен кездесу кезінде өз мүдделерін берік қорғамақ. Бұл жөнінде елдің қаржы министрі Альфонсо Пратгай мәлімдеді. Аргентинаның сыртқы қарызы 9 миллиард доллардан көп болғанымен, қаржы министрі келіссөздерді қатаң түрде жүргізетінін айтты. Сондай-ақ Пратгай мемлекеттік қарыз жөніндегі мәселені ұзаққа созбайтынын да жария етті. Аргентина 2001 жылғы қиын кезеңнен қалған сыртқы қарыздарының 93%-ын 2005 және 2010 жылдары қайта қараған еді. Соған қарамастан ел үлкен көлемдегі берешегінен әлі де құтыла алар емес. Кредиторлармен келіссөз қаңтар айына жоспарланған. Қыс мезгілінің алғашқы айында толассыз жауған қар қостанайлық коммуналшыларды әбден әбігерге салды. Олар күндіз түні жұмыс істесе де қала ішін тазартып үлгілі алар емес. Кедір-бұдыр көлік жолдары мен көктайғаққа айналған аялдамаларда жүріп тұру қиын. Атқарушы билік басындағылар бұл жағдайды 10 шақты күннің ішінде қалыпқа келтіреміз деп отыр. Қостанайда биыл соңғы 3 жылда болмаған қар жауды. Желтоқсан айында түскен қардың қалыңдығы 59 сантиметрге жетті. Бұл тиісті нормадан 2,5 есе көп. Сондықтан қала ішінде адам бойынан асатын мынандай үйінділер үйреншікті құбылысқа айналған. Көлік жолдары аршылғанымен бұрылыс қалтарыстары әлі қарға толы. Және қар басып мұз қатқан жолдар кедір-бұдыр. Бәрі демелік, бірақ айналасы көктайғақ аялдамаларда аз емес. Мұндайда әсіресе қарт кісілерге қиын. А как я должен заходить? Под автобус скользит. Мұз тайғақ құм сепсе болады. Тайғанамау үшін үлкен кісілерге. Әрине, қостанайлық коммуналшылар қарап жатқан жоқ. Қазір қала бойынша 80-нен астам техника, 200-ге жуық адам күні-түні жұмыс істеуде. Қар көп түсті. Қиындау, правда, істеп жатырмыз. Кварталмен тазартамыз. Баймағамбетов бүгін тазартып жатырмыз. Түнге білмеймін, Абай Наян көшесіне шығачамыз. Әкімдіктегілердің айтуынша соңғы 2 аптада жалпы түскен қардың жартысы сыртқа шығарылған. Қазір негізінен жол жиектері тазартылуда. Одан кейін жаяу жүргінші жолдары мен өткелдерге кезек келеді. Январьдың басында қараған кезде, санаған кезде 200 мыңнан көп астам шығарылған. Қатты қалың қар болған жерде біз оны осы бір 10 күннің ішінде шығаруымыз өз-өзімізге сондай міндет қойғанбыз. Қостанайлықтарды алаңдататын тағы бір жайт, күзгі жаңбырдан кейін жер бетін тоң басқандықтан көктемде ерген қар суы топыраққа сіңбей жан-жаққа жайылады. Әсіресе қаланың шет аумақтарын су басама деген қауіп бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Хабар, Қостанай. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. 16:00-де қайта жүздескенше.